Жалпы сіздер осы Атышулы Мөлдір Мұханның интервьюсын көрген шығарсыздар, иә? Енді шын керек бәріміз көрдік, ол бүкіл елге тарады дегендей. Мен де оны көрдім, өткенде алыс адамдар емес. Сондықтан маған как-то каждый адамның семьясында не болып жатқан нәрсе маған мүлдем қызық емес. Не болғанын да мен білмеймін. Бірақ ал қандай жағдайда екен, не үшін ондай болды екен деп өзі айтқаннан кейін мен жаңа қарадым. Енді бұл кино сол интервьюдің кино түрі деп айтсам болады. То есть бұл интервьюда бұл кинода сол интервьюда айтылған бүкіл сұрақтар көтеріледі. Көтерілгенде бір ирониямен, сондай бір романтикалық оқиғалармен, жаңағыдай астармен деген сияқты осы айтылады сол тап интервьюдағы бүкіл эпизодтар. Енді әдеттегідей мен байқаған минустарды айтайын, онсыз никак болмайды. Енді біз бағаны басқа кинолармен жаңағыдай салыстыра айтамыз дедім ғой. Салыстыра келгенде әрине актерлік құрамды айтайық бірінші. Актерлік құрам слабый. Өйткені ішінде кинода көп опыттары жоқ адамдар, тіпті танымайтын біреулер жүр вообще. Мен білмеймін, мүмкін Мөлдір ханымның подружкалары ма, компаньондар ма, или спонсорлар ма бұл киноның, мен білмеймін кім екен ол кісілердің, мүлдем. Енді көрініп тұр, ешқандай актерлік жаңағыдай өнерге қатысы жоқ адамдар, сосын журналистер жүр, енді Астананың менмен деген ханымдары жүр. Енді бұл, наверное, маркетинг шығар деп мен ойлаймын, енді бір жағынан. Екінші жағынан, бірақ бұның кері әсері болды, өйткені киноның шынайылығына кішкене әсер етті деп мен есептеймін. Актерлік құрамның ішінде тек қана кино әлемінде кішкене тәжірибесі бар Ақерке Арыс, и то ол да профессионалды актер емес. Бірақ дегенмен осы кинодағы әйтеуір бір күлетін жерлерді сол қыз ғана алып шыққан екен. Басқа ешқандай күлетін юмор, бір сатира ештеңе ішінде жоқ. То есть бұны комедия деп те біз айта алмаймыз. Өйткені ішінде комедия өте аз, тек қана сол Ақеркенің арқасында ғана көңіл көтеретін бір моменттер бар. Ну вот сол. Потом ішінде блогерлар жүр. Тері Тима, мынау актер, модель жігіт жүр, менің клипімде түскен кезінде. Вот сондай адамдар жан-жақтан жиналған. И сама вообще идея, мен ойлаймын, кино үшін, бүкіл халыққа көрсететіндей, миллиард жинайтындай кино үшін сама идея слабая негізі ше. Бір басқаша идея ойластыру керек негізі. Мен байқаған бір минусты айтқым келеді, бұл костюмердің жұмысы. Но одежда, конечно, в фильмдегі, это, конечно, стоит внимания, да. И бұндай киімдерді, мен есімде болса, осыдан бір 10 жыл бұрын бізде кино түсіріп бастаған кезде, Баян Есентаеваның кинолары, Мөлдірлер түскен, Қайран Нұртастың кинолары, когда только начиналось кино деген индустрия, да. Вот сол кезде сондай киетін киімдер. Но қазір уже ол заман өтіп кетті. Қазір біз уже более басқаша бізде көзқараста. И поэтому современный кино деп есептейтін болсақ, современный киноға бұл костюмдер, то есть кез келген әйелдің киген, еркектің киген киімдері мүлдем жарасымсыз. Ну, как бы некрасиво. Киноны арзандатып тұрады деп айтсам артық болмайды. Сосын көзге оттай басылған, құлаққа оттай басылған, то есть айтсақ болады, бұл дубляж. Киноның дыбысталуы. Бізде кино білесіздер, дыбысталады, үстінен жазады дауыстар. Кейбір кинолар тікелей сөйлейді, кейбір кинолар үстінен дұрысталады. Енді бұл жерде мен актерлардың сөйлегенін, жаңа кәсіби ондай сөйлегенін айтпай қояйын. Ол потому что актерлар емес қой ол жерде. Сахна тілін оқымағандар ғой көбі. Жалпы качество звука, да, и то, что, например, вот столға телефон түссе, ол тық деп түсу керек та, ал телефон түседі, и дауыс жоқ. Бірдеңе құлайды, оның дауысы жоқ. То есть, понимаете, ол профессиональный кинода он болсын. Енді көпшілікпен бірге өз туындыңызды көрген қалай екен? Мен бар ғой, залға кіруге қатты қорықтым. Адамдардың эмоциясын өз көзіме көрген шынымен қорықтым. Мен тығылып отырдым. Бұл енді бірінші болғандықтан кемшіліктер болуы мүмкін. Тәжірибе жинап алдық. Келесі киноға енді идея көп. Тағы бір кетсеміз. Тағы кино түсіру ойыңыз бар? Бар. Осы жолы жай шет жағасын жеңіл желпі көрсеттік қой. Өзің білесің ғой, иә. Енді келесі кинода тура тікесінен тартатын боламыз. Өте өткір тақырыпты алатын боламыз қоғамдағы. Сценарий жазып басталды. Айтайын ба тақырыпты? Айтпайын ба? Негізі еліміздегі ең өкінішті бір қазіргі соңғы уақытта болып жатқан статистикаға қарағанда ажырасу тақырыбында кино түсіргім келіп жатыр. Сол кино арқылы ажырасудың саны азайса, кем дегенде бір 10% отбасына әсер ететін болса, оның өзі үлкен жетістік қой. Негізі терең құндылықтары бар дүниелер ұсынып келе жатқаныңызға көп рахмет.